Шалқар ауданында өндіріс пен ауыл шаруашылығы саласында өнім өндіру көлемі төмендеп кеткен. Бұл туралы бүгін аудан әкімі Ербол Данағұловтың есептік кездесуінде айтылды. Жиында тұрғындарға медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру және қоршаған ортаны жақсарту мәселелері талқыланды. Аудан басшысының есебіне облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Шалқар Байбеков қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шалқар ауданы облыстағы ауыл шаруашылығы мен өндірісі қатар дамыған өңірлердің бірі. Алайда өткен жылдың қорытындысы бойынша көрсеткіштердің төмен екені байқалды. Өнім өндіру алдыңғы жылмен салыстырғанда әлдеқайда кеміген. Бүгін тұрғындар алдында есеп берген аудан әкімі Ербол Данағұлов бұның себебін түсіндірді. Өнім көлемінің төмендеу себебі мұнай, қиыршық тас және табиғи құмдар өндірісінің кемуіне байланысты болып отыр. Қазір таңда облыс көлемінде біздің Шалқар ауданының инвестициясы төмен деп айтуға болады. Ол енді 14-15 жылға салыстырсақ, 14 жыл өздеріңіз білесіздер, Жезқазған Бейнеу темір жол жүрді. Бір инвестицияның өзі 70 миллиард, оның ішінде құрылысына 45 миллиард жұмыстар атқарылды 14 жылы. 15 жыл ондай жұмыс жүрмегендіктен біздің инвестициямыз түсіп кетті. Өткен жылы облыстағы ең үлкен аудан 9 миллиард теңгенің ауыл шаруашылық өнімдерін өндірген, ет пен сүтпен тұрғындарын толық қамтып отыр. Ал бау-бақша және көкөніс түрлерінің басым бөлігі еліміздің өзге өңірлерінен жеткізілуде. Бұл мәселені аудан әкімі алдағы уақытта суармалы жерлердің көлемін ұлғайту арқылы шешеміз дейді. Мал шаруашылығын дамытуға арналған алтын асық сыбаға бағдарламалар арқылы қомақты субсидия алып отырған шаруашылықтар да бар. Алайда былтыр 80 тонна етті экспортқа шығару тапсырмасы тек 75%-ға ғана орындалған. 75%-ға орындадық. Ол үлкен көрсеткіш деп айтуға болмайды. Бұл осыдан 3 жыл бұрын мемлекет басшысының берген тапсырмасы. Қазақстанда жылына ең кем дегенде 20 мың тонна ет экспортқа шығу керек деген. Ол тапсырма бекерден берілген емес. Біріншіден осы Қазақстанда халықтың малының санына байланысты. Екінші жаңағы өзіңіз айтқан мемлекеттік көмекке, яғни мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуына байланысты. Осыны халыққа, шаруашылық қожалықтарына түсіндіріп айту керек. Ауданда денсаулық сақтау жүйесінде бірқатар кемшіліктер бар. Мәселен, өткен жылы жаңа туған нәрестелердің шетінеуі көбейген. Бір сөзбен айтқанда медициналық қызмет көрсету сапасы сын көтермейді. Бұл жөнінде тұрғындар әкімге қойған сұрақтарында нақты айтты. Ал тиісті ұйым қызметкерлері жауап берді. Сын ескертпелердің орындысы да бар, орынсыз да бар. Жаңағы мына Әбубәкірова Кәмшаттың жаңағы өліміне байланысты әрине осындай қайғылы оқиға орын алды. Ауруханада 21 желтоқсан күні 18 желтоқсанда ауруханаға түскен. Әрине бұл жағдай біздің құзырымызда, біз бақыладық, қарадық, тексердік, емдедік. Әрине жалпы жаңағы бұл ауру асқынудан қайтыс болып отыр. Қазіргі таңда осы тұрғындардың, осы ата-анасының, туысқандарының тарапынан арызданып, қазір ішкі істер бөлімінде тергеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Жаңағы жауапты дәрігерлер, егер қылмыстық істе болып жатса, әрине ол өз жауабын береді деп ойлаймын. Сізден бастап жауап береді. Менен бастап. Осы неге байланысты мен жаңа ауданның прокурорына тапсырма бердім. Ертең келгеннен кейін облыстың прокурорына тапсырма берем. Бұл бақылауда болады, қарайды. Егер кім кінәлі, аудандық аурухананың бас дәрігері кінәлі ме, жауап береді. Тұрғындар дәрігерлердің адам денсаулығына немқұрайлы қарайтынын айтты. Соның салдарынан өткен жылы бірнеше адам көз жұмған. Бұл мәселе облыс әкімінің назарынан тыс қалмады. Ол сала қызметін тексеру керек деп облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысына тапсырма беретінін айтты. Қарап отырмын жерде көп нәрсе сіздерге байланысты. Анау жоқ, мынау жоқ деп мәдениетсіз медбикелеріңізді, дәрігеріңізді кішкене мәдениетке үйретіңіз. Олар ұмытпасын Гиппократқа ант беретіндерін. Өткенде кездесуде айттым ғой, дәрігердің қызметі басқалармен салыстырғанда. Сол үшін ол ант береді. Басқалар мұғалімдер ант бермейді ғой. Өйткені дәрігер адамның денсаулығына жауап береді. Адамның өміріне. Түсіндің ба? Түсіндім. Келгеннен кейін мен облыстық денсаулық сақтау басқармасына тапсырма берем. Мына жұмыстың бәрін қайттан қарасын деп. Тұрғындар ауданның елді мекендерінің әлеуетін дамытуға қатысты сұрақтарын қойды. Біздің елді мекенде газ жоқ, қалған үшеуіне газ тартылған. Біздің Байқадам ауылында сол Есет-Көтібар селолық округінің 150-дей үй тұрады, 1000-ның үстінде тұрғын бар. Жаңа оңтүстіктен бастап Есет-Көтібарын тарту үшін ақша
оның проектісі жасатылды. Облыстық энергетика басқармасы жасатты, оған 100 миллион керек. Жаңа қонысты Сарбұлаққа апару үшін 100 миллион. Енді Сарбұлақтың ішін внутрипоселковый дейді, внутриквартальный, соған істеу үшін оған 128 миллион ақша керек. Ол енді 200 миллион үстіне ақша жергілікті бюджет көтере алмайды. Қай жерде свет қондырса, адам азу бармайды. Біреуінің құдағайы, біреуінің сот баяғы, я болмаса бір беделі бар, соған барып қондырады. Біз сияқты халықтарда оны елемейді. 106 көшенің барлығын жарықтандыру мүмкін емес. Мүмкін емес. Оған бір шені қаржы жетпейді. Бір көшені освещать ету үшін 100 миллион үстінде ақша керек. А біз енді каждый опорды пайдаланып, соған жаңағыдай ночной освещение ілген болатынбыз. Ол енді былай, қала әкімінде де қауымдастық мүшелігі бар. Әр ауданның, микроауданның қауымдастығы болу керек. Сол себептен ұсыныс көтеру керек. Қазір сіз айттыңыздар, бізге түріңгі жарық жоқ деп. Ол көшеге түріңгі жарық глобальный проблема емес. Ол жерде балабақша бар, бірінші біз балабақшаны істеуіміз керек. Ол жерде жол бар, бірінші біз жол істеуіміз керек. Жұмыссыздық мәселесі де сөз болды. Алайда Ербол Данағұлов тұрғындардың көпшілігі шалғай ауылдарға, өндіріс орындарына барғысы жоқ. Қалада мектеп пен балабақшаның айналасында ғана жұмыс істегісі келеді деп, оған біршама дәлелдер келтірді. Жиын барысында сөз сөйлеген облыс әкімі де қазір ең маңызды мәселе еңбек ету екенін айтып, қайда жұмыс болса сонда бару керектігін нақты айтты. Сондай-ақ Бердібек Сапарбаев аудан басшылығы көңіл бөлуі тиіс бірқатар салаларды да атап өтті. Қазіргі таңда біз үшін ең үлкен мәселе жұмыс орындарын сақтап қалу керек. Жұмыс орындарын сақтап қалу үшін жұмыс істеу керек. 12 мүшесі сау адам жұмыс істесе барлығы болады. Әсіресе Шалқар ауданының жағдайында жұмыс жоқ деген ол дұрыс емес. Ауылда тұратын адамға жұмыс бар. Тек қана ол жалқаулықты қою керек. Қолына кетпенді, күректі, таяқты алып жұмыс істеу керек. Қандай жұмыс берді, сол жұмысты істеу керек. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ауданның жан-жақты дамуы үшін барлық мүмкіндіктің барын айтты. Соның ішінде алыс-жақын шетелдермен байланысып жатқан темір жол желісінде тиісті деңгейде пайдалану керек. Ал суармалы жерлерді арттыру, әсіресе Шалқар көлін сақтап қорғау үшін қазірдің өзінде ел үкіметімен келіссөздер жүргізгенін жеткізді. Алдағы уақытта нақты істерге көшеміз деді. Алайда оған дейін шалқарлықтардың өздері де аңызға айналған көлдің айналасын таза ұстау, экологиялық ахуалын жақсартуға үлес қосуы керектігін атап өтті. Сондай-ақ өңірде әлеуметтік нысандар салу, жөндеу жұмыстарына сыртта жүрген жерлестерді туған жерге тағзым акциясы аясында тарту керек деді. Бір нәрсені еш уақытта есімізден шығармауымыз керек. Осы тәуелсіздіктің арқасында қазақ деген ұлтты дүниежүзінің ұлты біле бастады, тани бастады. Дүниежүзі Қазақстан деген мемлекетпенен санаса бастады. Осыған біз мақтануымыз керек, айтуымыз керек. Мен қазақпын, мен Қазақстанның азаматымын деп. Айгүл Байменова, Нұрбек Мырзатайұлы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.